Мираға алдындағы Астанадағы инструменттер Алматыға тасимыз ба, или өзіңіздің таныстарыңыз бар ма осы жақтан? Ой, тасымай-ақ қояйық, қазір енді жұмыс көп қой. Мына Алматыда Нұрбек деген жігіт бар, соның Алуансаз деген бір шеберханасы бар. Керемет, ода барлық инструмент бар. Кез келген инструмент табуға болады. Болды, давай соған барайық. Тамаш, кеттіңіз, соға барайық бұл. Ай, Нұрбек, қалың қалай? Ассалаумағалейкум. Ассалам, қалай? Денсаулық жақсы ма? Иә. Біз енді қаншама сенімен жұмыс жасадық. Құрманғазы ауданының бүкіл оркестрінің жұмысын осы сенің қолыңнан шықты. Семей филармониясының сенің қолыңнан шықты. Біз істеген жұмыстың барлығынан да ешқандай претензия жоқ. Демек, сенің жұмысың өте сапалы. Мына 28 мамыр күні Республика сарайында беретін концертте де сол шағын оркестр болады. Инструменттердің бәрін сенен алып пайдалана салайық деп отырмыз. Болады ғой? Болады әрине. Болса болды. Бізде енді өзіңіз білесіз. Ұлттық аспаптардың барлық түрі жасалады. Шекілдік деген аспап. Соның бәрін енді көрсет енді. Барлық біз ғана көрмейік, елдің бәрі көрсін енді. Мынау енді ансамбльдерде көп істетіледі. Судың дауысын шығарады. Су солдар деп қояды. Су ағаш деп аталады. Содан кейін сыбызға қандай аспап жасасақ та соның бірегейін жасау. Иә, осы Астанадағы концертте осы сыбызғы болды ғой бізде. Иә. Осы сыбызғы енді өте мықты, өте жоғары деңгейде жасалған деп айта аламыз. Қылқобызды мысалы енді арт жағымда ойып, мына осылай жасадық. Мына құлақтарын механикалық құлақ салдық. Қазіргі заман талабына сай. Мынандай прямой қобыз оркестрге лайықтап жасалған түрі ғой енді қазіргі заманда. Бүкіл прямой қобызшылар осы прямой қобызды қолданады десек болады. Өйткені бұны енді материалы жағынан болсын, әсемдік жағынан, дыбысы бәрін үйлесіп тұр. Қазақтың енді музыкалық осы аспаптарының қанша түрі бар? 50-ге жоқ деп айтайықшы. Соны біз дайындаймыз осы жерде. Осы шеберханадан шығады бәрі. Мына жетігенінде неше түрі бар. Бұнда жаңағы арзаны бар, қымбаты бар дегендей. Сен өзің енді өзің күйшісің ғой, кәсіби күйшісің сен. Оқыған мамандығың осы. Енді мына домбыраларың керемет, ол оған айтар жоқ. Енді бағасын құпия болмаса айта салшы, қаншадан басталады домбыраның? Ең арзаны қаншадан басталады, қымбатына қаншаға дейін? Бізде ең арзаны 60 мың теңгеден басталады. 60 мың теңгеден басталады. Кәсіби домбыра да? Кәсіби домбыра бәрі осы біздің шеберлердің дәрежесіне байланысты. Мысалы, енді үйреніп жүрген шеберлер жаңағы арзан домбырадар жасайды. Одан сәл бүйтіп саты-сатымен кете береді. Жалпы 18-19 шебер бар ғой бізде. Солар одан бөлек те басқа шеберханаларымыз бар, үш жерден бөлек. Барлығымыз бірлесіп жұмыс істейміз. Алды енді 700 мың миллионға дейін барады. Мықты домбыралар. Мынауың не, мынауың? Мынау енді звукасының мәтілдік қойғыз. Иә, домбыраға дистанционный деп қойғандай. Соны орнатып алуға болады. Домбыраның дыбысын өзгертпейді ғой. Дыбысы қалай шығады? Бұл соны микрофон ретінде колонкадан шығарып. Осындай электронды домбырада жасап бересіңдер да? Жасап береміз. Болды, жақсы. Міне көрдіңіздер ме? Домбыраның түр-түрін жасайды. Міне Нұрбек енді осы домбыра жасап, бүкіл инструмент жасап шаршап жүр. Осы жолғы біздің концертімізге барып көрермен болып қызметшілерін алып барсын, 10 билет сыйлыққа беріп кетейін. Болды. Келіңдер, көріңдер онда. Рахмет. Жақсы. Рахмет.